тақырыбымыз біздің өміріңді өзгерткің келсе, ойыңды өзгерт деп айтып жатқан лозунг деп айтамыз ба, бір сондай кең таралған сөз. Яғни, неге сосын осы сөзді естіген кезде елдің бәрінің сұрайтыны, неге мен өзгеруім керек? Неге, қалай менің ойымның өзгергені өміріме әсер етіп жатады? Яғни, неге мен? Және ол қалай іске асады деген сияқты. Өзім өмірімде де осындай болған. Алғаш естіген кездерде жалпы әйел адамзатқа көп нәрсе байланысты дейді отағыда отбасында. Сол Құралай ханымдарды естіп жатқан кездерде адам отбасын сақтаған келсе, әйел болсаң, сен өзің өзгеркін, өзің өзгерсең, күйеуіңді өзгертіп аласың, реттеп аласың, барлық қарым-қатынасты өмірде бәрі гүл болады деген сияқты әңгімелерді естіген кезде мен ойлайтын, қалайша, неге ол, қалай болады бұның барлығы деген сияқты. Сосын іздендім, әрине кішкене тыңдадым, әрине, себебі олар енді дұрыс емес нәрсені айтып жатқан жоқ қой деп тыңдадым, құлақ салдым, бірақ өзім түсінбейінше оншалықты өмірімде қолдана қоймадым. Мүмкін содан да шығар, кітап оқысам да, басқа қылсам да, семинарға барсам да оншалықты нәтиже болмай жүргені. Кейін енді өзім сондай дәлелдерді жақсы көремін да, дәлелдеп, көрсетіп маған по полочкам бәрін қойып бергенді. Сондықтан сондай материалдарды іздей бастадым. Ой материалданады деген тақырыпты қарадым. Яғни қалай біздің ойымыз өмірімізге әсер етіп жатады деген. Осы тақырыпта ой материалданады деген теорияның алғашқы ашқан Джо Диспенза екен. Ол өзі нейробиолог, ғалым, доктор наук. Камерамды мен бұрып қойып, кішкірім презентациямды сіздерге ұсынайын. Джо Диспенза, міне. Яғни ол осы «Сила подсознания» деген кітап бестселлер бар, соның авторы болып табылады. Одан да басқа кітаптары өте көп. Яғни бұл кванттық физиканың негіздерін оқып түсініп, өз өмірінде пайдалана бастаған. Яғни бұл тұжырымға ол қалай келді? Өзінің өмірінде ол күрделі бір аварияға түседі, содан зақым алады. Омыртқасына зақым алып, оған дәрігерлер жүре алмайсың деген сияқты диагноз қояды. Енді ол өзі ғалым болғаннан кейін, жалпы түп сананың күшіне сенгеннен кейін, ол өзімен өзі жұмыс жасай бастайды. Жұмыс жасап жүріп, 9 айдың ішінде өз ойының күшіменен, силой подсознания, ол өзін өз аяққа тұрғызады, жүретін болады. Одан кейін өзі сияқты мысалдарды қарастырып, сол адамдардың өмірін зерттеп, олар неге негізделіп, қалай жұмыс істеген екен деп жүріп, өзінің осы теориясын ашады. Яғни барлық нәрсенің басында ең алғашқы нәрсе ол ой екен. Ой түзелсе, барлығы түзеледі екен деген сияқты теорияны ашқан болатын. Яғни оның барлығы неден негізделеді? Ой дегеніміз не? Кванттық физикада жалпы бүкіл заттың барлығы молекуладан тұрады деп айтады. Молекула атомнан құралған. Ал атомдар осындай мінеке түрде ядроменен оны қоршап тұрған электрондардан тұрады. Электрондарымыз, былайынша біз келесі суретте мысалға, электрондар бір дөңгелек қып көрсетеміз. Негізі ол шын мәнінде ондай бір дөңгелек емес екен. Ол тек қана біздің назарымыз ауып, оған фокус внимание болған кездерде ол электронға айналады. Яғни статикалық түрде оны үстіп ұстап алуға болады. Бірақ жалпы олар энергия екен. Міне үнемі айналып тұратын, атомды үнемі айналып тұратын энергия. Яғни кванттық кеңістіктің барлығының нәтижесі бұл энергияға негізделген екен. Ал кванттық физиканың дәлелдері келесідей. Барлық нәрсе жоқтан пайда болады екен. Яғни пустое пространство деп атайды. От пустоты. Барлық нәрсе әрқашан қозғалыста болады екен. Және заттың барлығы ойдан пайда болады. Ең бірінші ой дейді. Ой әлемге әсер етеді. Ғаламда барлығы энергиямен толыққан. Энергия біздің назарымыз шоғырланған тұста болады екен. Және назарымызды біз неге бұрсақ, сол өзгере бастайды дейді. Яғни бұдан келетін нәрсе, материяның барлығы, біз көріп жүрген өмірдегі нәрсенің барлығы бұл энергия. Яғни өткенде мен айтқан болатын, өзім түп сана деген сабағымда, біздің миымыздағы миллиардтаған нейрондар бар. Нейрондар бір-біріменен байланысқан кезде, олардың арасында, егер біз схема түрінде көрсететін болсам, нейрондар әртүрлі нейрондық торап мына жерде құрылған.
осы нейрондық тораптар арасында мынау сияқты біз ойымыз активация болған кездерде, яғни бір белгілі бір ойды ойлаған кездерде мынандай энергоимпульс жүреді екен. Импульс міндетті түрде өзінен бір қуат бөледі, ол да энергия бөлінеді деген сөз. Сөйтеді адамның жалпы ой ойлау кезінде, жалпы ол өмірінде ойласаң да ойламасаң да ол энергия процестер, яғни ойлау процестері жүріп жатады ол біздің миымызда үнемі. Яғни мынау сияқты біздің өзіміздің кеңістіктің барлығына біздің ойымыздан шыққан энергия әсер етіп жатады деген сөз. Енді бұл жалпы схематично көрсеткен нәрсе. А жалпы мінекей физикалық процесс, жаңағы материалдану физикалық процесі осылай дейді. Біздің миымыздан энергия бір рет бөлінеді, екі рет бөлінеді, энергопоток қайта шығып жатқан сияқты. Яғни содан кейін барып олар кеңістікке тарап, біріне бірі жаңағы қайта бір нәрсені қайталай берсең, айта берсең болады деген нәрсе осыдан шыққан. Жиі біз соны еске түсіріп шығара берсек, айта беретін болсақ, ол міндетті түрде материалданып, кейін кеңістікте оның проекциясын біз табатын боламыз. Мінекей адамдардың арасында да біз ойлап, сөйлесіп жатуымыз мүмкін, да, мүмкін жаңағы көзбен, тілмен деген сияқты да, бірақ біздің арамызда энергопоток осы сияқты мінекей мида болып жатқан энергия, бөлінген процестерден бөлінген энергия бір-бірімізбенен алмасып жатады. Кейде анау бір айтып жатамыз ғой, біз сүйетін адамдар сөйлеспей-ақ бірін-бірі түсініп жатады деп, ойымды оқып қойдың ғой деген сияқты. Яғни біздің ойымыз беріліп тұрады. Яғни адамдар оны сезеді. Жақсы адамның ойында, жаман адамның ойында ішінде не пиғылы бар екенде біз осылай сезетін боламыз. Бұл энергия беріліп тұрған. Ал енді ол энергияның бәрі бізді қоршап тұрады. Негізі ол денемізге шейін барлығына беріледі. Денемізде біздің даже химиялық процестер жүріп жатады екен. Жаңағы энергия бөлінген кездерде химиялық реакция болып жатады. Біз өткенде бір айтқан болатынбыз, жалпы біздегі ойлардың өзі әртүрлі вибрацияда болады. Жақсы ойларымыз жоғарғы вибрацияда, жаман ойлар, қорқу, жаңағы ашулану деген сияқты олар төмен вибрацияда болып жатады. Вибрацияның өзі біздің денемізге әсер етеді. Яғни вибрация немесе бір сезімдерді біз ойларды ойлаған кездерде олардан жаңағы ойдан бізге гормондар түзіледі екен. Импульстар берілген кездерде адамның денесінде гормондар түзіледі. Олар химиялық элементтердің немесе химиялық реакцияларды тудырады жалпы адамның организмінде. Сондықтан қараңыздар, жаман немесе төмен вибрациялы сезімдер бар ғой, қорқыныш, реніш, жаңағы ашулану, стресс деген сияқты нәрселерді айтамыз ғой. Соның барлығы төмен вибрациялы болғандықтан, әрдайым сондай вибрацияны біз беріп тұратын болсақ, ондағы шығып жатқан химиялық реакциялардың нәтижесінде бөлінген гормондарымыз біздің белгілі бір дене мүшелерімізге, организмнің әр жеріне әсер ете бастайды. Оны уже тоже ғалымда, медицинада дәлелдеген, яғни онкологиялық аурулардың барлығы жаңағы реніштен, обида деген негіз болып табылады деген, реніштен пайда болады. Реніштен арылып біз жоғары вибрациялы сезімдерге беріле бастаған кездерде одан бөлінетін гормондар бөлек болады. Ол денемізге басқаша әсер етеді сонда. Біздің жалпы денсаулығымыздың барлығы өзіміздің ойларымызға тікелей байланысты екені осылай дәлелденген. Бұнымен айналысатын ғалымды тоже нейропластика деп атайды. Нейрондардың біздің денемізге гормондарға әсерін. Яғни бұндай нәрселердің тағы да әсері 30 секундпенен 2 минуттың аралығында болады екен. Сол аралықты гормондар тара бастайды ғой. Біз ертерек өзімізден жаңағы жаман вибрациялы ойларды тезірек алып тастайтын болса, оның денемізге тарауы, яғни әсер етуі уже нашарлайды екен. Сосын жалпы бұл жерде айта кетер едім, бұл нейрондық байланыстар бірден пайда бола қоймайды. Олар біртін мысалға да мұны жердегі айтып отырған тығыз байланыстар, олар көп рет қайталану нәтижесі пайда болатын нәрсе. Бір-біріне қайта біз бір ойды ойлай берсек, сол нейрондық байланыс тығыз болып қалады, олар бірден үзіле қоймайды. Байқап отырсаңыздар, мына жерде кейбір байланыстар
нәзік, әрең қосылып тұрғандар бар, кейбіреулер жуан болып кәдімгі тығыз байланыс орнағандарды бар. Прям бір-біріне нейрондар жақындап тығыз байланыс орнап қалуы мүмкін. Сондықтан жақсы ойды ойлап, біз өзіміздің ойымызды реттеген дұрыс дейміз. Енді қараңыздар, адамның аурасы бар деп айттық. Жалпы біздің жаңағы ойларымыздан шыққан вибрациялардан немесе энергиядан біздің аурамыз түзіледі. Мынау дені сау адамның аурасы, дені сау және ойы таза адамның дейікті, ал мынау ауырып жүрген адамның аурасы. Осылай беріп қойған, интернеттен қарасаңыздар, сіздер де бұндай суреттерін талайын табасыздар. Яғни мына жердегі тесіктер нелер ол? Біздің реніштеріміз, қорқыныштарымыз, әртүрлі блоктар. Біздің ойымызда жаман жаңағы негативті, әйтеуір біздің өмірімізге аурамызды толық ұстап тұруға қажет неме дейді, кедергі келтіретін ойлар. Олар келетті біздің аурамызды осындай тесік-тесік қылып қояды. Біз өзіміз ауырған кезде де, немесе бір жалпы көңілсіз болып жүрген кезде де біз өзіміз сеземіз біздің аурамыздың бүтін емес екендігін. Негізі бүтін болып тұрған кездері біздің көңіл күйіміз өте жақсы болады, керемет болады, адамдармен байланысымыз да жақсы. Бізге басқа біреулердің айтқан сөздері ешқандай әсер етпейді. Біз өйткені толық өзімізге сенімді болып жүреміз. Ал мынау енді қараңыздар, ренжіп жүрген, қорқып жүрген, әр нәрсеге өзіне өзі сенімсіз адамның, немесе ауырып жүрген адамның аурасы. Кез келген адамның айтқан сөзі бұның жүрегіне тік етіп тиеді. Әр нәрсеге бір ренжиді, одан бетер көңілшек болады, көңіліне әрдеңені алып қояды, сондай сияқты. Яғни біз мына аураны түгендеуге, осыны мынау сияқты қылып толықтыруға, бүтін етуге тырысуымыз керек екен. Жалпы біз қалай енді жаңағы айтамыз ғой, біздің ойымыз адамдарға қалай әсер етеді деп. Мен өзімнің мысалға аурамды сондай бір таза, әдемі вибрациялы ететін болсам, міндетті түрде біз бір кеңістікте өмір сүріп жатырмыз ғой, күйеуім, бала шағам бәріміз да. Менің аурам міндетті түрде оларға әсер етеді. Менің көңіл күйім оларға әсер етеді. Оны сіздер өздеріңіз де білесіздер. Күйеуіңіз жұмыстан ашуланып келсе, сіздер үйдің бәрін қырып жояды, бәріміз жаңағы тынышталып нетіп қаламыз да, көңілді ешкім күламай қалатын деген сияқты. Яғни бір-біріміздің көңіл күйіміз міндетті түрде бір-бірімізге әсер етеді. Сол сияқты ойларымыз да әсер етеді. Біз бір әртүрлі үйлерден келіп, бір отбасын құрған кездерде біздің ойымыз әртүрлі болса да, кейін бір-біріне бірнеше жылдың ішінде уже ұқсап кетеміз. Бірдей ойлайтын боламыз, бірдей мінездеріміз болады. Мә, сен пәленшеге ұқсап кетіпсің ғой, өзің күйеуіңнен, екеуің алмай қапсыңдар ғой, түріміз де ұқсап кетеді ғой даже. Сол сияқты нәрсе ойымыз түгіл. Физикалық деңгейде де уже өзгерістер болып жатады. Ал оның барлығы мына диффузияға өткенде бір мысалды келтіріп едім да. Егер мынау менің аурам болатын болса, мынау күйеуімнің аурасы болсын да, оның ойлары, мынау менің ойларым. Міндетті түрде біз кеңістікте тұрғандықтан олар бір-біріне осылай мінекей араласып келіп, міндетті түрде екеуміз бірдей ойлайтын боламыз. Оның ойы маған беріледі, менің ойым оған беріледі деген сияқты. Жаңа диффузиялық құбылыстарға тағы да бір мысал. Яғни мен қандай бір болайын, менің қызыл мен бола олайын да, краситель сияқты. Мен өзімнің кеңістігіме міндетті түрде өзімнің ойымды тарату арқылы, жақсы ойларымды тарату арқылы, мен біздің кеңістігімізді уже тазартамын, басқаша етемін. Мен әрдайым бұны тағы да қосып отырамын ғой, әрдайым арттырып отырамын, өзімнің аурамды тағы да тазалап отырамын деген сөз. Әрқашан солай ету арқылы мен өз кеңістігімді реттей алады екенмін. Сонымен қорытынды не? Яғни өміріңді өзгерткің келсе, ойыңды өзгерт деген тұжырымның, ойдың осындай бір дәлелдері бар екен. Яғни мен айтар едім, барлығымызға міндетті түрде ойды өзгертуді өзімізден бастау керек. Біреу істейді екен деп оған күтіп жүре бермейміз. Мүмкін жарайды, күйеуіңіз, анаңыз, әкеңіз, олар өзгеру керек дейтін болсаңыз, онда жүре беріңіз. Бірақ осознанность деген бір түсінік бар. Жақсы нәрсе, өте. Жауапкершілікті өз қолыңа ал дейді. Сенің өмірің бәрібір сенің қолыңда. Сен не дейді, қалай ойласаң өміріңде тура сондай нәтижелерді аласың. Сондықтан соныменен жұмыс деген жақсы.